Айтсаңыздар біліп жүріңіз, лайк басыңыздар. Так, Испанияның есімі жақында білдім, что тек мынау деп ойлағанмын ғой, Ибица дегенді білем. Так, мынаны қараңыздаршы, мына жерде де Канарский острова деген естіген боларсыздар да, бір рет болса сол Испаниянікі екен. Мен вообще Булеге деп жүрмін ғой. Ол жақта футбол жақсы білетіндер Лас Палмас деген клуб бар. Сосын Тенерифе деген клуб бар, білетін бар. Баяғыдан футбол қарайтындар білетін. Лас Палмасты білесіздер. Мынаны қараңыздар, мына жерде де бар. Ибица дейтін, мынау екен. Атақты тоже Ибица. Ибица туралы бір өлең бар еді, есіңдерде, да? Мадрид. Бұл жерде еще андай автономиялық ел бар екен, Барселона, сосын тағы Валенсия ма бірдеме. Өзбекстанда бар ғой, Қарақалпақстан деген, сосын Россияда көп автономия, Башкирия, Қалмырия, Якутия деп кете береді. География қызығатындар қызық, маған қызық, ну, понимаете? Испания дейтін почти латиноамериканцы түгел жолы болды ғой. Так. Маған Испанияда, испан тіліне де қызығам, еще, знаете, білесіңдер ме? Испанияда почти қыс болмайды ғой. Мына жерлерде енді шамалы 0, 5, плюс 4 градус болады мына жерлерге, неққа дейін. Ал мына жақта вообще Африка болып атады. Мына жерлерінде не бар? Мына бана жанындағы Ибица дегендер. Міне, оп, мына күшті көрсетті. Канар. Мына жақта вообще плюс 20, плюс 30 мына жаққа. Қараңдар. Қалай алып өтті, қараңдар. Почти Африка жақта мына. Мына елдік болса болады, например. Молодцы, Испания алып өтті. Мына ел болса болады, Ничего, ол ешті емес, Мароккода тағы бір шағын бір екі несі бар тағы да. Так, түсіндіңіздер ғой, короче, мынаны қараңдаршы, Африканың мына жағында қараңдаршы, арасы 1700 километр екен, ё-моё. Қазір біліп отырмын мен. 1700 километр. Лас Палмас деген вообще рахат, мына жер қараңдар. Қыста уже 5 дейін салқын ғой бәрі, плюс 5, 4 дейін сап салқында, мына плюс 30-дан бір шығасын январда. Кайф. Так, енді мен не деп жатырмын да? Плюс деп. Так, міне. Инадор Мелида деген қызық. Рабат деген астанасы Марокконың. Марокко туралы не білемін? Ашраф Хакими, мұсылмандар, ислам дінін қабылдағандар. Сосын Ашраф Хакимидің футбол күшті ойнайды қазір заманда. Ё-моё. Португалияда шығып жүрді ғой, есіңізде ме? Қызық мына жақта. Мына жерде екі қаласы бар, короче, Африканың ішінде. Мына жерде дұрыс қарай алмадым уже. Мына жерде күшті көрсетілген қара. Марокко. Мына жерде мына екі қызық та. Басқа елдің ішінде екі. Прикол, вообще. Жоқ, бұндай нелер көп, карталар қызық. Просто Испанияның мен жақында білген вау деп өзінше бөлісіп жатқаным ғой сіздерге. Вообще комментарияға маған поддержка жасап кетіңдер, сіздерге қызық па? Испанияның несі қызық, өзі сұрақ қойып, өзі жауап бере ме? Біліп жүремін жазылып, лайк басуды сұраймын. Негізінде күшті да, мына жаққа да мұхитқа шығуға болады, мына жаққа да өйтіп шығуға болады, мына жақта Франция, да? Күшті да, несі, мына жақта Португалия. Мына жақта не? Мына қараңыздаршы, мына жақта да жанып тұр, ё-моё.